Сәлеметсіздер ме? Көргеніне қуаныштымын. Кезекті сабағымыз Қытай тілін 5 минутта үйренемізге қош келдіңіздер. Бүгін біз адаммен қалай уақыт бойынша олармен амандасуға болатыны туралы өтейік. Себебі әр мезгілде сәлемдесудің әр түрлері бар. Мысалға, мезгіліне қарамай сәлемдесу жай ғана сәлем болады. Немесе Қытай тілінде ни хао. А егер уақыт бойынша сәлемдескіңіз келсе, мысалы таңертең, түсте, кешке болса, онда әртүрлі сәлемдесу әдістері бар. Мысал ретінде қарайық, цаоан деген қайырлы таң деген сөз. Яғни ұйқыдан тұрғаннан кейін бір-бірімізге цаоан, немесе көшеде таңертең кетіп бара жатқан кезде цаоан. Сол сияқты Қытай тілінде тағы да қайырлы таң дегеннің мағынасы бар. Цаошанхао. Яғни екі әдіспен де таңертең таңғы мезгіл уақытында амандаса аласыздар. Бір рет қайталайық. Цаоан, цаоан, цаошанхао, цаошанхао. Бұл таңғы уақытқа арналған қайырлы таң деген сөз. Енді түс мезгіліне келетін болсақ, онда уан, яғни түскі ас уақытында бір-бірімізбен амандасқан кезде уан, немесе жоңухао, жоңухао. Бірге тез оқитын болсақ, жоңухао, жоңухао. Бұл түскі уақыт, қайырлы күн деген мағынаны беріп, түскі ас уақытында, яғни шамамен 11-ден 1 уақыт аралықтарында осылай амандасуға болады. Егер түскі ас уақыттан кейін болса, түскі сағат 1-ден кешкі сағат 5-терге дейін болатын болса, шаухао дейміз. Шаухао, шаухао. Қайырлы күн деген мағынаны білдіреді. Ол түскі сағат 1-ден шамамен кешкі сағат 5-терге дейін. Шаухао, шаухао. Егер кеш уақытында болатын болса, яғни 5-тен кейін немесе 6-дан кейін түнгі уақытқа дейін ваншанхао, ваншанхао, ваншанхао. Бұл қайырлы кеш деген мағынаны білдіреді. Көп уақыттарда неше түрлі мейрам іс-шаралар кезінде біз көп еститін қайырлы кеш, яғни осылай қытайшада дәл солай ваншанхао деп амандасады. Бүгін біз осы әр мезгіл уақыттарында амандасу арқылы қалай адамдарды өзімізге немесе Қытай тілін ары қарай дамытуға, оны көптеген сөздер үйреніп алуға болатынын білдік. Енді осы сөздерді қолданып, өмірлеріңізде де әр уақытта әртүрлі әдістерді қолданып амандаса аласыздар деп үміттенемін. Келесі сабақтарда кездескенше